болсамыз теңдер мені. Бейбіттер. Ё-моё. Бейбіттер, бейбілер. Не де болса осы жерде сияқты бірдеме. И что? Кетші, короче, миды ашытпай. Тупой, ё-моё. Қараңғыда жүрген. Думаешь, мне теперь будет страшно, бейби? Мен вообще қорықпаймын ғой. Георгий, прошу. Сәлем достар, сіздермен бірге мен Майк Миллер. Бүгін бізде өте қызықты ойын Don't Scream. Бұл ойында видеоның описаниясын көргендей айқайлауға болмайды, қатты сөйлеуге болмайды, себебі ұтылып қаласың. А егер естеріңде болса, мен қорқынышты ойындарды жақсы көрмеймін. Почему? Потому что алыстан көріп тұрсаң қорқынышты затты. Ол понятно, да? Алдын ала дайындалып отырсың. А скример деген моментально шығады, опасно. Поэтому бүгінгі ойын бізде Don't Scream'нен осындай ойын. Joy Teddy. Өкінішке орай мен ағылшынша кішкене қатты түсінбеймін, поэтому ренжімеңдер. Before playing Don't Scream, please play the game the way we intended. This means setting up your microphone correctly. Here's how to do that. Thanks for listening. Play fair, and most of all, don't scream. Иә, түсіндім. Қорқытпашы тек. Қараңдар, микрофон дауысын қараңдар. Бетесін типа 1-2 1 десең, мысалы десең ұтылдың уже. Сөйлеу керек пе, мысалы 1-2 сіздермен бірге ойынның барысында өйстіп сөйлеу керек пе? Егер бет сөйлесем, онда бітті, ұтылдым. Я бісміллә бастайық. Don't Scream 0018 жайлап сөйлек. Қатты сөйлесек ұтылып қаламыз, типа ол бізді қорқыты деп ойлап қалады. Так. Мен андай ойын ойнайын деп ойлаған жоқпын. Так, қатты сөйлеу болмайды ғой, а? Хорошо. Ё-моё. Оказывается, қатты сөйлеу болмайды екен ғой. Түсіндім, болды. Енді қателеспеймін. Так, Don't Scream. Еманың дауысы деген енді базар жоқ енді. Так. Типа, осылай ұтылып қаласың, қатты сөйлесең. Хорошо. Болды. Енді ұтылмаймыз. Микрофон жақындатамыз да жайлап сөйлейміз бүйтіп. Сіздерге сонда әдемі естілетін болады да. Мен қорықпауға отырсам. Короче, бізде ойында скример. Ема. Адам сияқты шынайы жүреді екен. Не дейді? Фарм дейді. Жай сөйлейік, жай ұмытып кете берем. Тұрып кетпеймін мынау. Бісміллә, қолында не тұр? Бісміллә, ұрым. Но не мына жерде примерно. Ой, хорошо, жай сөйлеймін, болды. Жайлатайыншы, мен тағы қорқып кетем қазір. Окей, давай. Қайда жаңағы? Міне, короче, на жерде авиакатастрофа болған, походу. Соң кесірінен мына жерде адамдар одан кейін походу бірдеме болғанда авиакатастрофадан кейін мүмкін емес те, что просто так авиакатастрофаның кезінде адамдарды өлтіріп кеткен. Это өте жаман. Мынау не? Мына бөлшектер ғой, ұшқан бөлшектер. Ема, отырғыштар жан жаққа ұшқан. Анан қараңдаршы. Мынау уже бір несі ғой. Бізге бару керек. Бізде 17 минут 0. Так, дауыс өзгеріп жатыр уже. Біз 17 минут шыдауымыз керек па сонда? Мына ойында мен түсінбедім. Неге обратный отчет болып жатыр?
мына ойында бір қызығы, иә, бір зат көрінеді. Хорошо, мынадан да жай сөйлеймін. Мына ойында, мынадан да бір қызығы деп сөйлеуім керек, короче. Походу сондай бір неме. Мынадан қатты сөйлесек ұтылып қалып тұр қой, не істеймін мен. Все, хорошо, мен түсіндім. Все, кеттік. Енді ұтылмаймыз. Жүгіруге оңай ма, тез. Тез жүгіруге оңай ма? Хорошо. Тез бұрған кезде камераны дауыс шығып жатыр, прикиньте, да дауыс жинай. Короче, достар, қазір скример шыққан кезде құлақтарың жауып отырыңдар, потому что мен білмеймін өзім қалай реагировать ететінімді. Мен өзім қорқамын скример деген бәледен. Слишком қорқынышты зат скример деген. Даже бүйтіп істесең де. О, зато диванға барып жатып қалдым. Все нормально. Тупой, да? Хорошо. Осы жыл точно ұтылмаймыз. Қазір потому что мен білем, уже опытчный болғам ғой. Естественно, камерасын бүйтіп лақтырып жүрдім алға қарай. Походу жаршын күтті менен бүйтті камерасын алып та. Кетші. Все, сейчас сөйлеп отырмын ғой. Короче, түсініңдер ғой, қатты сөйлеуге болмайды, поэтому мен былай сөйлеймін. Деуге болмайды. Тұр. Құлауайынша. Қазір. Қырандар дауысын қараңдаршы қазір. Көрдіңдер ма? Ема. Хорошо, давайте. Көрейік. Бұлай сөйлейміз ғой, ұмытып кеткен жоқсыңдар ма? Я бісмілі, кеттік ала. Осындай ойындарды қайдан табасың де шеш маған, я. Ондайдан чемпионмын ғой мен. Бірақ мен ойынға қатты кіріп кеткім келіп тұрған жоқ, себебі қатты кіріп кетсем білесіңдер ғой не болатын. Типа мен баспен кіріп. Не шифтпен жүруге оңай ма даже? Мен мына жерде айқайлағанда жоқпын ғой. Просто шифтпен жүрдім. Мына ойын неше рет бастауға тұр. Я понял. Кеттік ал. Так, бізге самолет керек. Октябрьдің 31-і. Баш самай ма? Ну, уже қысылады. Так, мынаны қараңдар. Ой, сумкасы жатыр. Қолын іліп кеткен именно. Вот. Проблема в чем? Қолын іліп кеткенде проблема. Так, жай жүрекші, жай. Құлай бермеш, пожалуйста. Құламаш, пожалуйста. Шаршаттың уже адам. Вот, нормально. Бір-екі. Вот, нормально. Мен қатты бірдеме айтып қойып отқан сияқтымын ғой. Да? Так, байқайсыңдар ма, дауыстар өзгеріп жатыр уже. Құламай өтші, пожалуйста, ағаштана. Так, лед. Жақындай ледқа қарай. Бұл не? Катастрофа болған самолет қой. Ағашқа келіп тиген ғой, значит. Дауыс естіп жатсыңдар ма? Самолеттің. Ойба, бісмілі. Тез жүгірмекім жоқ шығарды. Қат жүгірмейді шығарды әйтеуір. Скримерлер. Потому что мен аузым ашылып қалып отыр уже көрген сайын. Деп
Бутырқо деп атқан. Я бісміллә. Қума, қума. Қума. Деманы дауыстыр адам жоштады. Өттік ба? Енді қайда барам мен? Денемді тіркеніп жатыр. Шаймаш, пожалуйста. Артынан біреуге атқан сияқты как будто. Неге қуып жатыр камера? Ема, прикинь. Ема. Қайдан шығып жатыр мына дауыс? Мына жерге отырып алайық та қыл. Ассалаумалейкум. Че там? Қайдасыңдар, шығыңдар, іздеңдер мені. Сендерге мен керек болсам іздеңдер мені. Бейбіттер. Е-мое. Бейбіттер, бейбілер. Не де болса осы жерде сияқты бірдеме. И что? Кетші, короче, миды ашытпай. Тупой, е-мое. Қараңғыда жүрген. Думаешь, мне теперь будет страшно, бейби? Мен вообще қорықпаймын ғой. Ағайын туыс бауырлар, мен, короче, түсініп алдым бір ойынның тем. Түсінген жоқ ма, оказывается. Короче, сендер түсініңдер ғой, бұл ойында қатты айқайлап ойнауға болмайды, сол үшін барлығын ойнап көріңдер бұл ойынды. Міндетті түрде ойнап көріңдер. Қатты сөйлесең, құлайсың сразу. Сол үшін мен жай сөйлеймін ғой, білесіңдер ғой. Типа, резк, құлақ баласы көрдің ба? Сол үшін бір неде сөйлеп отыру керек. Осыдан 11 жыл бұрын болған екен мына жағдай, прикиньте, октябрьдің 31-і 2013 ба? 1993. 21 жыл бұрын болған. Какой 21 жыл бұрын? 31 жыл бұрын. 30 жыл бұрын да, почти. Так, қайтамыз артқа. Дұрыс емес кетіп барады мен. Нең дауысы мұны. Короче, осы жолы мен самолетке кірмеймін. Неге? Білесіңдер ма неге екенін? Потому что. Тупой. Достар, сіздерге осы видео ұнады деген ойдамын, егерде осы видео ұнаса міндетті түрде лайк басыңыздар. Бірақ өздерің ойнап көріңдер мына ойынды. Видеоның астында болады ойынның аты, егерде жүректерің тұрса. Сондықтан видео лайк басыңдар обязательно, комментарий қалдырыңдар. Мен уже шыдамаймын. Мен наушникпен отырғаннан кейін вообще қиын. Наушниксіз өтіп бере аламын, смело өтіп бере аламын наушниксіз. А так наушникпен нет, невозможно. Ана скример деген слишком. Так что лайк бас, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сіздермен бірге боламын, мен Майк Миллер. Келесі жүздескенше. Міндетті түрде подписаться етіңдер. 60% адам уже без подписки қарайды. Түсінбеймін қалай ол без подписки қалай қарауы. Так что давайте.